Кеш жарық қадірлі көрермен қауым, тарихқа үңілсек, 4 ғасырда қазақ мемлекеті пайда болған кезден бастап хан билігімен қоса сот билігінің, яғни билер билігінің қатар дамығанын көреміз. Көшпелі қазақ қоғамында билер құзыреті елдік биліктің ең көп тараған, халыққа жақын әрі құрметіне бөленген. Сондықтан да мейлінше пәрменді әрі қуатты саланың бірі болған. Алқа билер соты институты елімізде 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілді. Мемлекет басшысы алқа билер сотын енгізу қағидатты қадам болды деп атап өтті. Бұл демократияның ажырамас бөлігі ретінде азаматтық қоғам институттарын дамытудағы және адам құқықтарын қорғаудағы жауапты кезеңге айналды. Одан бері алқа билердің қатысуымен елімізде бірнеше іс қаралды. Жалпы алқа би дегеніміз соттың қылмыстық істі заңда белгіленген тәртіппен қарауына қатысуға шақырылған және ант қабылдаған еліміздің кез келген азаматы. Сондықтан да алқа би сотын, сот төрелігін жүзеге асыруға халықтың қатысуының бір түрі дейміз. Көп жағдайда қоғамдық ар-ождан соты деп айтады. Ол қоғамда ақиқат пен әділеттілік туралы ұғымды дерексіз емес, нақты түсініктер арқылы қабылдап қолдайды. Алайда бұл жай ғана қылмыстық іс жүргізу институты емес, ол ерекше әлеуметтік институт. Бұл ретте қаралатын істердің қаншасы оның үлесіне тиесілі екеніне қарамастан, мұндай соттың болуы осы елде жарыспалы сот төрелігінің бар екендігін білдірсе керек. 1 қаңтардан бастап алқа билердің қатысуымен қаралатын аса ауыр қылмыстарға қатысты да біршама өзгерістер енгізілді. Бұдан бөлек мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында алқа билер соттарының қарауына жататын істердің санатын кеңейтуді тапсырды. Қазіргі уақытта алқа билер өлім немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы көзделген аса ауыр қылмыстар бойынша қатысады. 1 қаңтардан бастап мұндай істердің ауқымы едәуір кеңейді. Төрелік хабарының бүгінгі тақырыбы алқа билер қатысатын соттың істі талқылау ерекшеліктеріне арналмақ. Бағдарламаның спикері Ақмола облыстық қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының төрағасы Торқалы Бектұрсынов. Торқалы Болатұлы, студиямызға қош келдіңіз. 1 қаңтардан бастап алқа билер қатысатын соттардың қарауына жататын істердің тізімдемесіне бірқатар өзгеріс енгізілді. Ол қандай істер? Шынында да биылғы жылдың қаңтар айынан бастап алқа билердің қатысуымен қаралатын істердің тізіміне өзгерістер енгізілді. Қазір 33 істің шамасында қылмыстық істер, аса ауыр қылмыстық істер санатына жататын істерді алқа билердің қатысуымен қаралады. Олар қылмыстық істердің төтенше жағдай кезінде жаппай тәртіпсіздіктер барысында жасалған қылмыстар, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне қарсы, конституциялық құрылыстың негіздерінде мемлекеттік қауіпсіздіктерге қарсы қылмыстар, террористік, экстремистік қылмыстарға қатысты істерді санамағанда және кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қол сұғу туралы қылмыстарды санамағанда аса ауыр қылмыстық істер алқа билердің қатысуымен қарауға жатады. Осы жылдың қаңтар айының 1-нен бастап. Және де келесі жылдың 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап алқа билердің қатысуымен қаралатын істердің саны 44-тен категориялары қаралары 44 істен аспақ. Оған тағы да өзгерістер енгізілу жоспарланып отыр. Қазіргі заңдарға өзгерістер енгізілген. Олар 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап өзгерістер енгізіледі. Алқа билер туралы заң талабы аса ауыр қылмыстарға қатысты қолданылады және де олардың қатысуымен іс тек сотталушының өтініші бойынша қаралады деп заңда нақты көрсетілген. Егер сотталушы бас тартса, қылмыстық іс кәсіпқой судьялардың қарауына алынады. Сондықтан алқа билердің қатысуымен өтетін соттың жетістіктері мен олқы түсіп жатқан жақтары қандай, нендей ерекшеліктер мен өзгешеліктер бар? Судьялар мен мемлекеттік айыптаушылардың алқа билердің сот барысындағы қарым-қатынасы қандай? Алқа билердің қатысуымен өтетін сот процестерін ұйымдастырудағы проблемалық мәселелер қандай? Алқа билердің қатысуымен қаралатын істердің қазіргі уақытта бастапқы проблемасы халықтың жиналуы болып тұр. Өйткені көп адамдар, өздеріңіз білесіздер, қазіргі заман ағысына байланысты жұмыс бабымен көп адамдар жіберілген хабарламаларға құлақ аспай, олар сот отырысына келмейді, іріктеу отырысына келмейді. Сондықтан бірнеше рет сот отырыстарын кейінге қалдыруға мәжбүр боламыз. Заңда көрсетілген, егер де 25 адамнан аз болатын болса,
алқабилерге кандидаттар, оларға біз сот отырысын кейінге қалдырылып, тағы да адамдарды жинау керекпіз. Адамдардың келмеуліктерінің себептері соны кішкене түсіндіре кетсек көрермендерге. Еліміздің президентінің берген тапсырмасы бойынша қазір алқабилер институтын кеңінен пайдалану жүргізіліп жатыр толығымен. Ондағы басты себеп істерді қарауға халықты қатыстыру. Адамдардың қорқатын ештеңесі жоқ. Егерде іске қатысатын талаптарға сай болатын болса, оныға қатысып, ары қарай сот төрелігін жүзеге асыруға атсалысқан дұрыс деп санаймын. Мемлекеттің тарапынан оған жалақы төленеді. Өзінің белгіленген критериялары бар. Аудандық соттағы судьялардың 50% жалақысындай жалақы төленеді. Содан кейін басқа да шығыстары, мысалға келуі, болмаса егерде келесі күнге қалдыру керек болса, жатақханаға жатқан ерлер, олардың барлықтары үкімет тарапынан төленеді. Сондықтан келу кету шығындары болса, келу кету тек қана таксимен келетін болса, жеке таксимен келетін болса, олар төленбейді. Ал автобуспен егерде тиісті құжаттар көрсетілетін болса, олар барлығы шығыстары барлығы төленеді. Сонымен қатар жаңағы айтқан сияқты жатақханаға жататын, болмаса пәтер жалдайтын болса, ол құндары барлығы төленеді. Тиісті құжаттарды егерде бізге ұсынатын болса, олар төленеді. Содан кейін мысалға кейбіреулер біз жалақыны көп алатын десе, егерде оның өзінің айлық жалақылары орташа айлық жалақысынан төмен, ол төленбейді. Қандай жағдайда болса да, ол өзінің жалақысы туралы анықтама әкелетін болса бізге, біз оны тиісті бөлімге тапсырамыз, олар сол қайтадан санайды да, соның айырмашылығын төлейтін болады. Сонымен қатар заңда әкімшілік құқық бұзушылар кодексте, қылмыстық кодексте көрсетілген, егерде адамдар тиісті хабарламаны алып, одан кейін қандай да бір дәлелді себептерсіз келмейтін болса, ол алқабилерге кандидаттарға заңмен көрсетілген жауаптылық әкімшілік құқық бұзушылар кодексінің талаптарына сәйкес ол жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Алқабилер қатысатын сотта тараптардың жарыс сөзі қалай жүзеге асырылады? Жарыс сөзі екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігінде жарыс сөзді тараптар сотталушының сотталуы болмаса қандай да күмән тудыратын мәселелерді қозғамай, оның айып тағылып отырған қылмыс бойынша кінәсі дәлелденді ме, дәлелденген жоқ па екендігі туралы ұсыныстарын айтады екі жақта. Екінші бөлігі ол алқабилердің қатысуынсыз өтеді. Екінші бөлігінде сотталғандығы туралы, азаматтық жауапкерлер болса сол туралы, содан кейін басқа да алқабилердің қатысуына қаралмайтын сұрақтар сол кезде екінші жарыс сөздің екінші бөлігінде талқыланады. Ол алқабилерсіз өткізіледі. Торқалы Болатұлы кеңес дәуірі кезінде Қазақстандағы сот әділдігін атқару бір судья мен екі халық заседателінің қатысуымен жүзеге асырылды. Ал 1995 жылдан бастап сот үкімін шығаруды тек кәсіптік судьялар қолға алды. Әрине, алқабилерді қатыстырып сот ісін қарау жүйесін әңгіме еткенде зерттеушілер оларды англосаксондық және құрлықтық құқықтық жүйе түрлері деп екіге бөледі. Қай жүйеде болмасын, олар белгілі бір сұрақтарға жауап беруі тиіс қой. Олар қандай сауалдар? Сауалдарды бірінші талқылардың алдында алқабилер сот залынан шығарылады. Содан кейін тараптарды бірінші төрағалық етуші судья істі тергеу кезінде белгілі болған уәждерге бойынша сұрақтардың жауаптарын жасайды. Содан кейін оны тараптарға, сотталушының өкілдеріне, жәбірленушінің өкілдеріне, мемлекеттік айыптаушыға олар беріледі. Содан кейін ол тараптар өздерінің толықтыруларын жасауға құқылы, әбден құқылы. Егерде бір сұрақтарды дұрыс берілмеді деп санайтын болса, егерде тағы да қосымша сұрақтар қою керек болса, олар өздерінің ұсыныстарын айтып, соны енгізуді сұрайды. Содан кейін оларды сол сұрақтарды төрағалық етуші кеңесі бөлмесіне шығып, барлық алқабилердің көзінше оны қайтадан жарияланатын болады. Алқабилерге жарияланғаннан кейін ол сұрақтарға өзгерістер енгізуге, алуға, қосуға болмайды. Барлық іс бойынша үш негізгі сұрақ қойылады. Іс әрекеттің орын алған дәлелденді ме, дәлелденген жоқ па? Екінші сұрақ, бұл іс әрекетті сотталушының жасаған дәлелденді ме, дәлелденген жоқ па? Және үшінші сұрақ, бұл іс әрекеттің жасаған сотталушы кінәлі ме, жоқ па деген сұрақтар. Негізгі осы үш сұрақ әр сотталушыға бөлек қойылады. Содан кейін кеңесу бөлмесі болған кезде алқабилер осы сұрақтарға және қосымша сұрақтарға құпия түрде жауап береді.
Торқалы Болатұлы Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 654 бабына сәйкес алқабилер қатысатын соттың шешуіне жататын сұрақтардың мазмұны бойынша сұрақтың әрқайсысына дауыс берушілердің көпшілігі дауыс берсе, айыптау кесімі қалай болады? Кеңесу бөлмесінде жаңағы айтқан сияқты сұрақтарға жауап бергеннен кейін, егерде көпшілік дауыс беретін болса, олар айыптау кесім шығарылады. Егерде көпшілігі жаңағы қойылған сұрақтарға құпталмайтын жауап беретін болса, жоқ, кінәлі емес деген жауаптар беретін болса, онда ақтау үкімі шығарылады. Содан кейін тағы бір ерекшелігі, егерде 15 жылдан артық бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған болса, онда 8 және 8 алқабиден көп алқабилер дауыс беру керек. Бұл жерде 10 алқаби қатысады. 10 алқаби, содан кейін төрағалық етуші судья қатысады. Алқабилердің мен судьялардың арасында ешқандай айырмашылық, олардың дауыстары бір дауыстан болады. Сонда 11 адам жаңағы дауысқа салады. Егерде сол 11 адамның 8-і және одан көбі дауыс берсе, 15 жылдан артық бас бостандығынан айыру жазасын тағайындау болады, онда тағайындалады. Егерде одан кем болса, онда 15 жылдан жаза тағайындалмайды. Содан кейін жаңағы кейбір қылмыстық, аса ауыр қылмыстық істерде өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы бар. Ол жаза бойынша да егерде барлық алқабилердің барлығы бір ауыздан қабылдайтын болса, сол жазаны тағайындауға болады деп, онда өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады. Ал егерде бір адам қалыс қалатын болса, қалыс қалуға болмайды. Егерде бір адам жоқ дейтін болса, онда өмір бойына бас бостандығынан жазасы тағайындалмайды. Төрағалық етуші алқабилер кеңесіне басшылық етеді. Кеңесу бөлмесінде егер қойылған сұрақтарға қатысты түсініспеушіліктер орын алып жатса, қандай әрекет жасалуы тиіс? Кеңесу бөлмесінен шыққаннан кейін, ол жерде алқабилер мен негізгі алқабилер 10 алқабилер төрағалық етуші судья ғана болады. Басқа адамдардың, хатшысының болмаса қос алқабилердің онда қатысуға құқығы жоқ. Ол егерде ондай адамдар қатысатын болса, ол кеңесу бөлмесінің құпиясын ашу болып саналады. Басқа кісілер қатыспайды онда. Ол жерде төрағалық етуші судья алқабилерге іс бойынша қайтадан түсіндірме жасауға құқылы. Егерде сұрақтар болса, содан кейін ол мысалға мемлекеттік айыптаушының ойын, пікірін, жарыс сөзде болған пікірін, содан кейін жәбірленушілердің ұстанымын дұрыстап түсіндіру мүмкін. Содан кейін жаңағы адвокаттың, сотталушының жаңағы қойылған айыпқа өзінің ойын қажет болған жағдайда алқабилерге қайтадан түсіндіріп шығады. Мынандай айып тағылып отыр, сотталушының пікірі мынандай, мен жасадым дейді, жасағам жоқпын дейді, мысалға жәбірленушінің пікірі мынандай, айыптаушының пікірі мынандай деп, оларға түсініктеме жасайды, оларға құқылы. Содан кейін қалай дауыс беру керек екенін, қандай сөз жазу керек екенін, егерде кінәлі деп танитын болса, қалай жазатынын, кінәлі деп танымаса қалай жазатындығын, бюллетендерді қалай толтыратынын, соның барысын толығымен түсіндіреді. Содан кейін құпия түрде дауыс беру басталады. Торқалы Болатұлы, алқабилер қатысатын сотта қылмыстық істі талқылау қалай аяқталады? Барлық процедуралар өткеннен кейін, сот тергеу өткеннен кейін, жаңағы барлық іс материалдар барлығы зерделеніп болғаннан кейін, тараптарды, куәларды барлықтарын қарап болғаннан кейін, жаңағы жарыс сөз болады. 2 жарыс сөз өтеді, содан кейін жаңағы соңғы сөз беріледі. Содан кейін енді үкім шығарылады. Аяқталған сол үкіммен аяқталады. Болмаса енді айыптау үкімі, болмаса ақтау үкімі шығарылады. Төрағалық етуші үкім шығарған кезде қандай ерекшеліктерді басшылыққа алады? Жай істерді қарағанда бұл жерде үкімнің мәтіні кішкене қысқалау болады. Бұл жерде енді ақтау үкімі шығаратын болса, осындай айып тағылған, алайда алқабилердің қатысуымен алқабилер мынандай кесім жасады, ақтады деген үкім шығарылады. Содан кейін заңда көрсетілген сұрақтарға жауап береді, содан кейін үкімді жариялайды. Ал егерде айыптау үкімі шығатын болса, ол да мынау жаңағы сұрақтар қойылған, басында 3 сұрақ қойылады еді, соның жасалғаны сол істің мән-жайын жасайды. Содан кейін алқабилердің кесімін жазады, содан кейін ары қарай жаңағы өзінің азаматтық талаптар бойынша, жаңағы жаза тағайындау бойынша, дәлелдемелер бойынша, жәрдемақылар бойынша соларды сұрақтарды үкімге енгізеді, содан кейін үкім жариялау жасалынады. Торқалы Болатұлы, алқабидің жұмысына кедергі келтіретін, оларға белгілі бір тараптардан қысым көрсетілетін жағдайларда ол заңмен қаншалықты реттелген? Қазіргі уақытта заң талаптарына сәйкес алқабилердің қатысуына ешкім кедергі жасауға құқылы емес. Олардың сот төрелігін жүзеге асыруға, қатысуға мүлдем болмайды. Егерде ондай жағдай орын алатын болса, және алқабиге қатысушы
егерде шағым түсіретін болса, ол мемлекеттік орган оған тиісті түрде міндетті. Олардың алқабилерге қатысқан ол кісінің отбасы, мүлкі, отбасының туысқандары және мүліктері барлығы мемлекеттің қорғауына алынады. Және де сот төрелігін жүзеге асыруға кедергі жасағысы келген адамдар жауапкершілікке тартылады. Алқабилерге үміткер қылмыстық іске қатысудан бас тарта ала ма, әлде сол іріктеуден өткендер нақты белгіленген тізімнен ауытқымауы тиіс пе? Заңда көрсетілген талаптар бойынша олар жаңағы іріктеу жасалынады. Сол іріктеу кезінде көп енді босатылады. Мысалға, бір 50 адам келетін болса, оның ішінен 12 адам қалады, қалғандарын анау себептермен, мынау себептермен олар босатылады. Олардың ішінде енді егерде сотталғандықтар болса, олар босатылады. Егер бұған дейін сотталып болмаса, әлі өтілмеген соттылығы болса, олар бастапқыда іріктеу барысында олар ол кісілерді қатыстырмайды. Содан кейін егерде тіл білмейтін адамдар болса, мысалға қазақ тілінде болатын болса, егерде тілді толығымен меңгермесе, онда өз беттерімен олар босатуға арыз жазу, болмаса төрағалық етушінің босатуға құқысы бар. Сосын содан кейін мүгедектер егерде қандай да бір техникалық жағдайлармен егерде ол кісілерді көтеру, түсіру қиындық тудыратын болса, ол кісілердің өздерінің арыздарымен босатуға төрағалық етуші құқылы. Сонымен қатар олар егерде естімейтін, көрмейтін адамдар болуы мүмкін тізімде, соларды босатуға босатады. Содан кейін жастар 65 жастан асып кеткен адамдар босатылады, және 3 жасқа дейінгі балалары бар болса, сол адамдарды босатуға құқылы, және өздерінің діни нанымдары болса, бұл қарауға мен қатыса алмаймын, мен шығара алмаймын деген азаматтар болса, оларды да босатуға болады. Содан кейін қызметтік міндеттері қоғамдың жұмысына егерде кері әсерін жасайтын болса, зиянын келтіретін болса, мысалға олар дәрігерлер, егерде мұғалімдер, жаңағы емтихан кездерінде сонда егерде оны алып біз қазір төрағалық алқабиге қатыстырып қойсақ, ана жақта ауруханада жатқан адамдарға ем қабылдамай жатса, ол да дұрыс болмайды. Сондай адамдарды босатуға құқығымыз бар. Торқалы Болатұлы, алқаби ретінде таңдалып алынған бір адам бірнеше процеске қатыса ала ма? Алқаби бір жылда бір-ақ рет қатысуға құқылы. Заңда ол анық көрсетілген, бір жылдың ішінде бір алқаби бір қылмыстық іске қатысады. Егер алқаби ретінде, ал егерде келіп алқабилерді іріктеуге қатысып, алқабиге іріктелмей келетін болса, онда қатыса беруге болады. Негізі алқаби бойынша егерде істің басына аяғына қатысса, онда бір-ақ рет қатысуға болады. Бір жылда бір рет. Алқабилерге қойылатын шектеулер бар ма? Әрине бар. Ондай шектеулер ол заңмен көрсетілген. Іске қатысу, істі талқылау кезінде оларға сот залынан шығып кетуге болмайды. Өздеріне қаралатын міндеттеріне байланысты олар басынан аяғына дейін сот залында отыру керек. Барлықтарын тыңдау керек. Өйткені бірдемеден қалыс қалмау үшін. Содан кейін олар істі тыңдау кезінде төрағалық етуші судьяның рұқсатынсыз басқа тараптармен сөйлесуге болмайды. Оларға үзілді-кесілді шектеу қойылған. Содан кейін мәліметтерді өзіне белгілі болған мәліметтер, егерде жабық сот отырысы болатын болса, жабық сот отырысында өзіне болған мәліметтерді айтуға басқа жерге, мысалға көбіне жыныстық қатынастар туралы істер бойынша оларда болған мән-жайларды біреуге айтуға болмайды. Ол егерде ертең белгілі болып бір жерден естілетін болса, ол жауапкершілік. Содан кейін кеңесу бөлмесіне шыққанда, кеңесу бөлмесінің құпиясын біреулерге айтуға, кім қандай дауыс берді, қандай сұрақтар талқыланды деген оны үзілді-кесілді. Ол үшін жаңағы кеңесу бөлмесінің құпиясын жария еткен үшін ол да жауапкершілік белгіленген. Мүлдем айтуға болмайды. Егерде кімнің дауысы, қандай дауыс берді, қандай сұрақтар талқыланды, мынау деді дегендер болса, онда ол жауапкершілікке тартылады. Торқалы Болатұлы, мемлекет тарапынан алқабилерге қандай кепілдіктер берілген? Төрағалық етуші судьяларға қандай кепілдіктер берілсе, ол алқабилерге де істі қарау барысында оларға да дәл сондай кепілдік беріледі. Жаңағы айттық қой, өзінің мүлкін, ол адамның отбасылары, мүлкі, егерде біреу жаңағы жәбірленушілердің болмаса сотталушының тарапынан біреу келіп, егерде қандай да бір қорқытып, болмаса мынаны жаса, былай жаса деп сөйлетін болса, ол кісі
мемлекеттік органдарға егерде арыз түсіретін болса, оның барлығы ол былайда мемлекеттің қорғауында. Егерде ондай арыз түсетін болса, оны ары қарай тергеу органдары онымен айналысады. Өткен жылы алқабилердің қатысуымен облыс бойынша қанша қылмыстық іс қаралды? Қылмыстық істер қаралды, егерде біз қазір қарайтын болсақ, 2019 бен 2022 жылдың арасында негізі 13 іс қаралған қылмыстық іс. Қылмыстық істің алқабилердің қатысуымен қаралу қалмау, ол өзі сотталушыға байланысты. Егерде сотталушы басында алдын ала жаңағы қарау кезінде, егерде сотталушы өзінің арызын айтатын болса, егерде бірінші ол іс алқабилердің қатысуымен қарауға жататын болса, содан кейін ол кісінің құқықтары, сотталушының құқықтары түсіндіріледі. Егерде ол, мен осы істі алқабилердің қатысуымен қарағанды қалаймын десе, сол уақытта қаралады. Егерде ол кісі бас тартатын болса, онда ол кісіге біз былай жасау деуге онда құқығымыз жоқ. Ол сотталушының өзінің еркі. Сондықтан біз істерді қараған кезде тек қана сотталушының өзінің айтуына байланысты ғана қараймыз. Тұрғал Болатұлы қылмыстық сот ісін алқабилердің қатысуымен жүргізу ең алдымен азаматтардың конституциялық құқықтарын толықтай іске асыруға мүмкіндік бермек. Алқабилер сотының ерекшелігі олардың сот төрелігін жүзеге асыруда жан-жақтылығы, объективтілігі және толықтығы деп білеміз. Алқабилердің қатысуымен қаралатын сот процестерінің ізгілікті және әділдікті арқау ететіні халыққа сенім ұялатады. Бұл ең алдымен сотқа деген сенімнің арта түсетінін көрсетсе керек. Жаңа жылдан бастап енгізілген өзгешеліктер де ең алдымен соттан әділдік іздеп келген халық үшін жасалып отырған оң қадам. Әр бастаманың қайыры болары сөзсіз. Бәрі жақсылығымен болсын деп тілейміз. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік бағдарламасының кезекті шығарылымы аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.